әуе толқынында сөз киесі хабары. Енді мына сіз дінді, жаратылыс тануды жалпы зерттеп жүрсіз ғой, енді теологсыз. Бабай түкті шашты Азиз дегенде біздің жебеуші, қолдаушымыз бар, айтып отырады. Мына жырларда жиі кездеседі. Осы жөнінде де айта кетсеңіз. Баба түкті шашты Азизде атақты әулиенің бірі. Әулиенің үш түрі бар. Мысалы, өзі де білмейді, халық та білмейтін әулие бар. Өзі біледі, бірақ халық білмейтін әулие бар. Сосын өзі де білетін, халық та білетін әулиелер бар. Міне бұл үш түрі аспандағы жұлдыз сияқты болады. Енді әулиенің бір түрі бар, санаттағы әулие болады. Жаңағы әулиелер мен айтып отырған үш түрі сандағы әулиелер. Санға кіреді, бірақ санатқа кірмейді. Санатқа кіретін әулие аспандағы ай сияқты болады. Аспандағы ай ерекше ғой, басқа жұлдыздарға қарағанда айрықша болып көрініп тұрады. Сол бабам түкті шашты Азиз сондай айрықша санаттағы әулиелердің бірі болып есептеледі деп. Өзі де біледі, ел де біледі. Одан да жоғары деген сөз. Одан да жоғары. Санаттағы әулие. Оған барған адам құр қолға айтпайды деген сөз.